Ассалаумағалейкум біздің тұрақты көрермендеріміз. Армысыздар, құрметті замандастар. Көңілді күн, көңілді бағдарлама. Жалпы, Венера, менің қыздарға бір таңым бар ғой. Телефонды қолға аласыңдар да, былайынан суретке түсесіңдер, былайынан. Тағы да деп суретке түсесің. Не бұл? Түсінбедім. Бекзат, сен түсінші. Егер қыздар толық болатын болса, оның келбеті келісті болсын, қолдарын жоғары ұстап, былай түсіреді. Иә, осылай. Сол кезде дене бітімі әдемі болып, мүмкін жігітке ұнап қалатын шығар. Ал егер сен мен сияқты арық-арық қыздар жігіттер болатын болса, міне былай ұстап деп суретке түседі. Жоқ, олай емес мына. Осылай түседі. Солай түссе әдемі болып. Солай түссе әдемі және толық болып, келісті болып көрінеді. Сонда бағанағы ерін деп түссе әдемі бола сала ма? Иә, сәл келісті толықтау болып көрінеді дейді. Түс көрмеппін, олай көру керек екен. Қарындас, танысайықшы. Мен таныс емеспін, таныспаймын. Онда бар таныстарыңмен танысқайық. Жынды. Такси бар, такси. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Такси керек көуге? Су ішіңіз. Жақсы, мұздай су. Шөліңіз басады. Біріншіні ішпе. Мына білесің ба? Өте зиян. Ішпе. Спрайт па? Спрайт зиян. Қай жерге зиян бұл көуге? Бәріне зиян. Лақтыр жіберің, ішпе. Есің болса, ішпе. Қойымыз зиян ба не адамға? Ішпе. Үш қойын оның бағанында. Ішпе. Көкем дұрыс айтады бар ғой. Зиян, асқазанға зиян. Өз араққа сылтия той бағын. Көке! Арақтан дұрыс қой бұл! Қуа деген мұнда? Спрайт арақтан дұрыс қой. Қойш, сен ал. Дегерге тойымыз өрін ал, дегерге. Қай жақты сатып аламын. Ана қызды көрдің ба? Әдем болып суретке түсті, бірақ арқасына жігіт келген кезде онымен танысқан жоқ. Енді Бекзат, сен түсінсейші, ол жігіттің де өзінің бір бөлек талғамы болады. Әр жігіттің талғамы әртүрлі ғой. Жоқ, ол жерде қыз болып тұр ғой, танысып тұрған, қыз болып танысып тұрған. Енді қыздар біріншісінде еркелеп, жоқ дегенде. Артына тағы да бару керек. Ергезегі үшке дейін ғой, түсінсейші. Одан кейін ғана ағамның айтқанын естің ба? Фанта ішпе, спрайт ішпе, кола ішпе деп кәдімгі зиян бәрін айтып тастады. Көрген оқыған адам екен. Келісті, өте мәдениетті, құрметті кісі ғой деймін соған қарағанда. Сол кісінің ақылын мен әрқашан тыңдап жүретін болдым. Венера, білесің ба? Венера, білесің ба? Мен бір шабыттанып, бір домбыра тартқым келіп, қазақи бір ән тыңдағым келіп тұр ғой. Баянмен бір әндер тыңдағым келіп тұр ғой. Онда Бекзат, сенің бүгін жолың болды. Қойш? Иә. Бізге бүгін Тума талант айдарына қазақи әндер айтатын сұлу да сымбатты қыздарымыз келіп отыр. Баянмен де айтады ма? Баянмен де айтады. Қойшы, сенбеймін, баянмен бір мәрте бір қыз алдырған мен баянмен ән айтам, баянмен ән айтам деді. Келді, студияға келді, қолында баянды, еш нәрсесі жоқ, келді. Баяның қайда дедім, қасына бір қыз келді. Сөйтсем, қасына досың аты баян екен, екеуі өлең айтады екен. Жоқ, біздің қыздар өте керемет, баянның құлағында ойнайтын сұлу қыздар. Қойш, көрейік солардың болса. Көрейік. Құрметті Шанышқын телекөрермендері, бүгін бізде Тума талантта қонақта Нуриназ дуэті. Қыздар, студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы өздеріңіз таныстыра отырсаңыздар. Мен Нурила. Менің есімім Назерке болады. Жалпы ұлттық аспапты өнерін таңдауларыңызға кім себеп болды? Жалпы ұлттық аспапты таңдау себебіміз ол әр қазақтың бойында бар қасиет деп білеміз. Өйткені әр қазақ қара домбыраны білуге тиіс деп білем. Мен кішкентай кезімнен әкемнің жанында отырып, осы домбыраның дауысын естіп өстім. Және де соның себебінен шығар 7-ші сыныбымда әкем өнер мектебіне түсірген. Содан бастап тартып келе жатырмын. Сендер? Мен әкем себепші болды осы инструмент таңдауға.
Және де бұны осы Оңтүстік Қазақстан саз колледжіне түскеннен бастап тартып келе жатырмын. Қазір қайда білім алып жатсыңдар жалпы? Жалпы қазір Оңтүстік Қазақстан саз колледжі, ондағы біздің ұстазымыз Жақып Спатаев ағамыз. Сол ағамыздың қолында тәрбие алып жатсыздар алдында. Жалпы қазақтың ұлттық аспаптарын дәстүрлі әндер, мысалға айтып жатады ағаларымыз. Кімге еліктейсіңдер? Өзі дәстүрлі әннің керемет шыңына шыққан әнші апамыз бар, ол Айгүл Қосанова апамыз. Көбінесе соны тыңдаймын, және де соның даусына еліктеп, соған ұқсауға тырысамын. Өзіңде? Мен баян айтатын әнші бар ғой, Клара Төленбаева. Соған еліктеймін өзім. Сүйіп тыңдаймын әндерін. Жалпы өнерде жүргендеріңе қанша жыл болды сендер қыздар? Жалпы өнерде жүргеніміз жаңа айтып кеткенде 7-ші сыныптан бастап осы домбыраны алып ән айта бастадым. Және сол жылдан бастап қазірге дейін ән айтып келе жатырмын домбырамен. Ал біз Нұрила екеуміздің қосылғанымызға 2 жылдың көлемінен асып қалды. Екеуің тағдыр қосты деп ойлайсыңдар ма, әлде ағайларың себепші болды ма? Тағдыр қосты. Біз бірінші курсымызда біз бірін-бірімізді мүлде танымайтынбыз. Бірінші курстан кейін білмеймін неге екен араласып кеттік. Көрдік, келеді екен, даусымыз да келеді екен. Баянмен қосуға да болады екен домбыраны. Сосын жалғастырып келе жатырмыз содан бері. Бір естеріңде қалатындай бір тарихы бар өлеңде бір орындап бере аласыздар ма қазір? Соның шығармашылық тарихын айтып отырып жалпы. Біз қазір сүйіп айтатын әніміз ол әрине Қызыл көйлек әні. Оның шығу тарихы бізде Оңтүстік Қазақстанда облыстық байқау болған. Біз естімеген бір ән, бір күй, бір терме деген. Және де сол байқауда біз естімеген бір ән кезінде жеңіске жеткен осы Қызыл көйлек әні. Және де соны ағайымыз табыстады. Осы әнді орындап көріңдер деп, және де соны айтуға тырысамыз. Жарайды, өзіңді тыңдап көрсек. Қызыл көйлек үстіңе кигенің, жарасып тұр шашыңды түйгенің, еркелейсің даланың гүлінде, әттең ай бар екен сүйгенің. Қызыл бағынба серігіне, сүйген жүрек тұрағады серігінде. Ғашық болу жаралған жүрекке, әттең ай жаралдың сен кімге. Қызыл көйлек қарадың ерекше көзіңе, ән арнадым көрмеген сезіммен, тербелегі қалмайын армандай, ғашық еттің мені қызыл көйлегіңмен. Kalmayın armanda
ғашық болдым, қазақтың қызы ғой мен. Ғашық болдым, қазақтың қызы ғой мен. Бәрекелді, керемет екен. Алдағы жоспарларың қандай басқа? Қазіргі жоспарымыз әрине осы оқу орнын бітіріп, аяқтап, үлкен оқу орнына түсу. Соған дайындық үстіндеміз. Алматыға, жоғары оқу орнына? Алматыға, Астанаға. Қайсысы бұйырса сол. Осы өнерлерін көріп, мысалға, концерттерде, тойға шақырып жататын шығар? Әрине ондай ұсыныстар болып тұрады. Қаншаға шығасыңдар, жасырын болмаса? Жасырын емес, әрине ол әркімнің айтатын бағасы бар. Халықтың қалтасына қараймыз әрқашанда. Жалпы бейнебаян түсіретін ойларың жоқ қой? Ойларымыз бар, бірақ соған дайындық үстіндеміз. Үйде әке-шешелерің кейде қойшы домбыраны тасташы деген кездер бола ма? Үйде бір отырып, қыздың әнді әдеті ғой, сыпырып атып та өлең айтады, дыңғырлатады. Кейде әке-шешең жалып кететін сәттер бола ма? Болады ондай сәттер. Көбіне үй жинап, үйдің тірліктерімен араласты. Құдайы болсын, бекер түсірдік осыған деп. Жоқ, олай айтпаған. Менде болмаған мүлде. Керісінше дайындал, иә, жақсы көреді. Түннің бір уақытында тұрып, 2-3-төрді тарта бересің ғой жаңағы? Жоқ, ондай жақтырмайды ол кезде, өзіме тартаймын ғой. Ұйықтаймын десе. Ұлттық дәстүрлі әндермен қандай жарыстарға қатысып, байқауларға қатыстыңдар, айтып отырсыңдар? Дәстүрлі әнмен мектеп қабырғасында жүрген кезімізде халықаралық асыл мұра және де осы жақында өткен Дельфи ойындары байқауы. 2010 жылғы Дельфи ойындарында облыстық байқауында бірінші орынды алдым. Ал биылғы кезде осы 2 күн бұрын ғана өткен осы Дельфи ойындарының тағы да облыстық байқауы болды. Ол кезде 3-ші орынды алдым. Осындай көптеген жетістіктер. Және де әрине оның барлығы осы ұстазымыздың арқасы деп білеміз. Соның берген білімінің арқасында. Бақ, не деген қазақи дәстүрлі әндер, қызыл көйлек дей ма? Әдемі ән екен, бір кәдімгі мен өзіме рухани бір демалып қалдым, марқайып қалдым кәдімгідей. Осы қыздар тағы да тыңдағым келіп тұр ғой мен, бар. Біздің уақытымызда таяп қалды ғой, бірақ Бекзат. Венера тағы бір тыңдай салайықшы, тағы басқа ән тыңдайықшы. Мен мына қыздарды бар ғой, мен кәдімгідей жақсы көріп бара жатырмын. Негізі біз осындай қазақи дәстүрлі ән айтатын қыздарымызға әрқашан демеу беріп, қолдап жүруіміз керек сияқты бар ғой. Әрине, бірақ біз оның амалын табуға болады. Мүмкін қыздардың өлеңін тыңдай отырып, бағдарламамызды аяқтасақ қалай болады? Иә, олай болса, құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше сау болыңыздар. Арталып барлық өлең айтылсын, ана жаным жастық шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойламай, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойламай, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Барыңды да, нарыңды да сал соған, ата бабам осы тойда аңсаған. Баласына бір той жасап бер алмай, бұл өмірден өтіп жатыр қаншадан. Баласына бір той жасап бер алмай, бұл өмірден өтіп жатыр қаншадан. Қойылға шаңдай, төбесіне алтын қойып қалсаңдай, шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда.
Happy wa ba bang. Бана домбыра. Әдемі тартады екен. Әдемі тартады екен.